Ассалаумалейкум, құрметті қазақ елі, азаматтар, достар, жолдастар. Бүгін міне карантин кезіндегі арнайы өзіміздің үй жағдайындағы жаттығуымызды аяқтадық. Қасында менің өзімнің оқушыларым Нұранбеков Рустам, бокстан Қазақстан Республикасының спорт шеберіне үміткер, және де Нұрқанат Алижан, бірінші дәрежелі боксшы оқушым. Енді бүгін біз үй жағдайында бүкіл халқымызға Инстаграм арқылы ашық жаттығуымыз жасадық. Қаншама халықтың ризашылығына бөлем жатырмыз. Әрине бұл жаттығуымыз біздің бірінші рет емес, біз осымен үшінші рет өткізіп тұрмыз. Сондықтан да осындай қиын жағдайда қазақ халқына айтарым, қаймықпай, қазақ халқының басынан нелер өтпеді. Бір-бірімізді қолдайық, бір-бірімізге себепкер болайық. Алла бұйырса бұндай жаманшылық қайталанбасын деген ниеттеміз. Біз әрине еліміздің ұстанымын ұстаймыз, біз біргеміз. Сол мақсатта, сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Енді мынандай үлкен ізгі істің аяғында арнайы белгілі кәсіпкер ағамыз бар. Осы әрқашанда бізді қолдап, біздің өткізген жарыстарымызда қолдау көрсетіп жүр. Әбілдаев Арман Нәдірбекұлы деген өзіміздің жергілікті осы ауылымыздың азаматы, Еңбекшіқазақ ауданы, Алматы облысы, Рахат ауылының азаматы, белгілі кәсіпкер болған, қазір енді атақты кәсіпкер белгілі, бірақ кезінде мемлекетімізге қызмет істеді, мемлекеттік үлкен қызметте болды. Соңғы жылдары кәсіпкерлікке ауысып, өзінің еліне қолдауын көрсетіп жүр. Әрине осындай қиын жағдайда қолдау көрсетіп, қаншама азаматтарға ақшалай қолдау көрсетіп жатыр екен, оны әрине өзіміз білеміз. Бірақ та осындай бүгін жақсы ізгі істің үстіне тап болып отыр. Арман ағамыз өзі арнайы келген екен. Енді Арман аға, рұқсат, келіңіз. Ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай, Арман аға? Енді Арман ағамыз арнайы өзінің бір кішігірім сый-сияпатымен келіп отыр екен. Әрине Арман аға рұқсат болса, сый-сияпатыңызбен таныстырайын, балаларға көрсетейін. Арман аға өзі ұсыныс жасап, осылай жаңа жаттығуымыздың аяғымызда келді. Енді кішігірім бұл жерде Арман ағаның өзінің компаниясы, Альбурак деген компаниясы, жеке кәсіпкер белгілі. Енді рұқсат болса Арман ағамен таныстырсам. Осы сый-сияпатын, яғни арнайы қолдау ретінде келіп отыр. Осы біздің оқушыларымызға табыстайын деп мен сіздерді таныстырайын сый-сияпатын. Антисептик для рук и предметов дейді. Арнайы антисептик, енді мынандай қиын жағдайда бұл антисептик қазір оңай емес, әрбіреудің қолына да тимейді. Бұл арнайы қол тазалығы үшін арналған зат екен. Оны бәріміз енді қазір жақсы білеміз. Одан кейін дозаторы арнайы жеке қалтада жүреді. Әр кезде бірден қолды тазалап алуға ыңғайлы. Және де арнайы сабын. Мысалы біздің бүкіл денсаулық министрлігі, денсаулық басқармасы бәрі айтып жатыр, қолдарыңыз таза болсын, тазалықта жүріңіз, әрқашанда қалталарыңызда дозаторларыңыз болсын. Жеке дозатор әркімде болу керек. Бұл жеке гигиена ретінде өте бізге маңызды керек зат. Және де маска. Мына маска деген біздің елімізде ең тапшы заттың бірі. Бұл маска екінің қолына түсе бермейді, оңай емес. Сондықтан да арнайы маска. Бұл масканы денсаулық үшін қанша теңге болса да, мысалы, халықта алып жатыр. Әрине көріп жатырмыз, бір жерде қымбат, бір жерде мүлдем жоқ, бір жерде бітіп кеткен деген секілді. Сондықтан да осындай заттармен арнайы келген екен. Арман аға рахмет. Енді Арман аға рұқсат болса өзіңіз балаларға табыстаңыз. Және де өзіңіздің бір ізгі ниетіңізді айтып кетсеңіз соңына қарай. Аздай болса көптей көріңдер. Осы заманда осыны қолданып. Ассалаумалейкум, құрметті қазақ елі. Осы Қазақстан болсын, әлем шары қазір негізі біздің қазақ еліміз бұнда қиын-қыстау заманды, бұнда қиыншылықтарды баяғыдан да көп басынан өткізіп, өзінің ұстамдылығын, өзінің бірліктігін бізде мына президентіміздің
біргеміз деген акциясына қосылып, кішкентай болса да осы біздің спортшыларымызды, ауылымыздың спортшыларын қолдау көрсетсек деген бір ой туындап, сол мақсатпен келіп, осы біздің жас спортшыларымызды қолдау көрсетсек деген ой болған. Біз біргеміз, халық, біз біргеміз қазақ елі. Осы қиын қыстау заманнан бірге өтіп, күліп ойнап өтіп кетейік. Бұл да өтеді. Біз біргеміз. Біз біргеміз.